Барлықтарыңызға сәлем, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Дариға. Бүгін сіздермен бірге осындай ерекше құрақты құрап үйренетін боламыз. Ал енді құрметті көрермендер, сіздермен бірге қай бізге нені керекті, қай жерге қолдану керек екенін айтайын. Жалпы бізге керекті заттар. Бізге керекті заттардан өздеріңіз білесіздер, маған тек қана мата керек. Мата болса болды. Ал енді немізді бастайық. Бізге мінекей 3 түс керек болады. Мен осы 3 түсті пайдалана отырып осы көргендеріңізге құрақ құрайтын боламын. Мынау кішкене ұзын енді. Артық екен. Ал мінекей. Так, бізге бұл түстерден қанша дана керек? Бізге жасылдан 6 дана керек болады. Ал мынау ақ түстен бізге примерно 4 дана керек. Ал мынау бізге сары матадан бізге 2 дана керек болады. Сары мата менде атлас, және атлас болғанда бұл флизелинді алған, алдын ала. Ал мынау кәдімгі өзіміздің маржалы бижур маталарымыз. Ал енді бұл жерде не істейміз? Бұл жерде енді бізде мысал ретінде алатын болсақ, бізде мысалға алсақ, бізге осы 4 дана болса, ақтың 4 данасын барлығын тура осылай етіп, жасылдың үстіне қойып, көргендеріңізбен түгі жатып тұрған жағы болуы керек. Мінекей мен түгі жатып тұрған жағымен, міне ақ матаның да түгі жатып тұрған жағын алып, тура осылай етіп үстіне қойып, мінекей ортасынан тұтас кетпес үшін тура осылай етіп сызық сызып алсаңыздар да болады, сызбасаңыздар да болады. Енді өздеріңіз білесіздер ғой. Мен шатасып немесе артық кем кесіп қоймас үшін тура осылай етіп сызып аламын. Мінекей тура осылай етіп ортасынан сызып аласыздар да жанынан 1 мм, 2 мм тастап тігіс сүрулеріңіз керек. Оны да тура солай етіп тігуіміз керек, яғни екі жағынан тігіс сүреміз. Ал одан кейін қалған 6 матадан ақ маталардың барлығын маған қосып тіккен кезде бізде 2 дана артық жасыл қалу керек. Және сол 2 дана артық жасылдың парасы осы 2 дана біздің атлас матасы болады. Демек, бұны да тура осылай етіп түгі жатып тұрған жағымен алып, мына атласты да алып, бұны былай аласыздар. Көргендеріңіздей былайынан тартсаң, осынан да жібі шығып барады, иә, сөйтіліп. Сондықтан сіздер осылайынан аласыздар. Сонда міне, мінекей қатты шықпайды, иә. Демек, тура осылай етіп қойып, бұны да диагоналынан бөлетін сызық жіберіп, осы диагоналының бөлген сызықтың жанына жарты немесе кішкене миллиметр қалдырып, жанынан тегіс сүруіміз керек. Ал енді мен осыларды пайдалана отырып тегіп шығайын, сонда түсінетін боласыз. Ал мінекей құрметті көрермендер, мен өзім айтқандай, тура осы сызықтың жанынан тігіс түсірдім. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Сіздерге көріп тұрған болса, ақ матамды да, жасыл матамды да тура осылай етіп қосып алдым. Ал енді сол сызыққа қарай, сол сызықты кесіп кетпей, дәл ортасынан кесіп шығуымыз керек. Мінекей, бұл төртбұрышымыз дайын. Көргендеріңіздей идеальный әп-әдемі төртбұрыш шықты. Ал мінекей біздің бөлшектеріміз осымен дайын. Тура осылай етіп, қалған біздің айтқан 6 дана, 4 дана ағымызды, 6 дана жасылымызды және 2 дана атласымызды тура осылай етіп қосып, содан соң барып екіге бөліп алуымыз керек. Ал ендігі кезде осындай бұрыштарымыздың барлығы дайын болса, схемаға қарай отырып, менімен бірге ең алдымен біздің құралатын бөлмегіміздің схемасын құрап алыңыздар. Одан кейін тігуді бастаймыз. Ал енді бізге берілген осындай бұрыштар бойынша айтқаным енді құрап үйренейік. Ал енді осы құраған құрақтарымызды кезек-кезекпен, рет-ретпен құрап аламыз. Көргендеріңізде бізде тура осындай змейкаға ұқсаған құрақ шықты. Сіз бұны созам десеңіз, тура осындай төрт бұрыштар қосып кете бересіздер. Мен сіздерге түсінікті болу үшін тура осындай 2 қабаттан тұратын змейканы көрсете салдым. Ал енді мен әрдайымғыдай шатасып кетпес үшін инемен түйреп шығамын. Өзіме керек түзетемін. Мінекей тура осылай етіп, өздеріңізге сенімді болсаңыздар инеге түйремей-ақ тіге беріңіздер. Мен сақтықта қорлық жоқ деп инеге әрдайымғыдай түйреп аламын.
Ал енді тура осылай етіп ине түйрелген жерден машинкамен жүргізіп шығуымыз керек. Ал мен бәрін қадап алдым. Енді өзім айтқандай ине өткізген жерінен бастап барлығын кезек-кезекпен тігіп шығамыз. Мен айтқандай өзім қалай айттым, тура солай етіп тігіп алдым. Ал мінекей, мен мынау кейбіреулерін кішкене үлкен алып қойған екенмін, көргендеріңіздей артып алғанымда білініп тұр. Ал енді лайнан қосып тігіп шығамыз. Тура осылай етіп, ине қадап, немесе ине қадамай да тігіп шықсаңыздар болады. Ал мінекей біздің мына қабатымыз дайын. Енді келесі қабат бізде мына оның жанындағы қабат. Енді осы екеуін қосып тігіп аламыз. Ал мінекей бізде екінші қабаты да дайын. Ендігі кезек, енді осы тура осы екі қабатты қосамыз. Ал мінекей құрметті көрермендер, мінекей егер әрі қарай созғыларыңыз келсе, тура осылай етіп төрт бұрыштар қосып кете бересіздер. Жалпы сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Бүгінге осы, келесі көріскенше қош сау болыңыздар.